Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман. Ана тілінің 15 номері жарық көрді. COVID-19 індетімен күресіп жүрген дәрігерлер туралы материалды осы санымыздан оқи аласыздар. 24 сәуірде мұсылмандар үшін қасиетті ай Рамазан басталады. Қазақстан мұсылмандары басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлының құттықтауымен газетімізден таныса аласыздар. Ана тілінің сұхбат айдарымен белгілі қытайтанушы, филология ғылымының докторы Дүкен Мәсімханұлы сұхбат берген. Сұхбатта Қытаймен арадағы қарым-қатынас, қытайтанудың өзекті мәселелері жан-жақты сөз болған. Тіл реформасының бірінші кезең аяқталуға таяу. Жаңа әліпбиді әзірлеушілердің бірі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбекпен сұхбат осы тақырыптарға арналған. Ғалым Сағатбек Медеубекұлының Фараби және музыка аспаптары деген мақаласында қазақ даласындағы музыка аспаптарының шығу тарихына тоқталады. Жанарбек Ашымжанның мақаласына үн қатқан белгілі жазушы Бибігүл Иманғазина қазақтың шынында көзінің ағымен қарасы жалғыз отаны Қазақстан деп толғамды ой тастайды. Абай өнегесін сөз еткен Нұриддин Балқияұлы Абай шығармашылығының жастарға деген тәрбиелік мәніне тоқталады. Жазушы Әлібек Асқаровтың әңгімелері туралы Жақау Дәуренбеков тағдырлар тәмсілі деген тақырыппен ой толғайды. Мұнда жазушының бірқатар шығармалары, атап айтқанда Әйел парасаты атты кітабына енген әңгімелері туралы пікір білдірген. Жырау ғалым Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алмас Алматовтың Қыс айы еді атты естелігінде әке өнегесі ана ұлағаты сөз болады. Бір шаңырақ астында айдар аясында еліміздегі еңбек адамының өмірі мен өнегесі туралы материалдар циклы жарық көрген. Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы Әбдісағит Тәтіғұлов туралы көзден кетсе де көңілден кетпейді атты мақала жарық көрді. Қазақтың ән өнері кеудесіне қонақтаған дүлдүл әнші Нұржан Жанпейісовтің ән әлемі туралы материал осы санымызда жарық көрген. Індеттен аман шығайық ағайын.